жамағат бүгін мынау дарияның суы келіп сазырғандай, өмірдің жазы келіп қысқа алғандай халде тұрмыз. Мына бүгінгі өтті дәурен деген тақырып бүгін еске түседі, құлқа жүректі дәурен деп. Дей тұрғанмен мынау арамыздан сүйікті жар, аяулы әке, достарға сыйлы Райбек ағамыздың дүниеден озғанына 83 жасында дүниеден озғанына 5 жыл толып отыр екен. Соған арнап қазақта сөз бар, орында бар оңалар дейді. Өмір болғаннан кейін біреу өлімнің қағиден сезгеннен кейін ертең кеш па. Өткенге салауат айтып, барына шүкіршілік етеміз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Дүниесі бар адам бай емес, иманы бар адам бай дейді. Ақылды адамға иман бар, иманды адамға ғибадат бар дейді. Сондықтан да мынау артынан қалған сол ағамыздың сүйікті жары Күлхан Сапай, салиқалы ұрпақтары бір дұға бағыштап деген ниет қылған екен. Соны бүгін бастасақ деп отырмыз. Мынау қазір үлкендер бата беріп артынан бас имамымыз келіп отыр. Сол кісі Құранын оқыса. Сондықтан да мынау микрофонды Құранға берейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي رحمانه فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا وهو رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذين جميعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تلاوة Kur'an salavati ma uqshunud xoliq rahman o'qilmish Qur'onning savobini o'sha dasturxondan umid etgan arvohlarga xususan bugun arnaya atalib o'tirgan Raymbek atamızın ruhi şerifine Allah'dan rahmet, Peygamber şefaat eylep, jatkan jayın jaylı kılıp cennet nasip eylep, daim rahmet, mağfiret eylesin. Allahu Ekber. Dәмге қараңыздар. Дәмге қараңыздар. Мынау қазақта айтады, мәңгі өмір жоқ, мәңгі өмір бар дейді. Сондықтан да мынау төбесіз жер болмас, төресіз ел болмас дейді. Осы елдің төбесі болып жүрген, елдің ағасы болып жүрген, сонау Қызылордадан атсалысып мынау Дәкенге бат дайрабайғамыз. Одан қалай өсті осы елде, Қаратаудың бөктерінде, сыр өңіріне дейінгі алып жатқан елде мынау Жұмабек ағамыз келіп отыр. Осы екі қария бүгінгі нені бастап бір-екі ауыз сөзін айтып берсе балдарға деген. Мына ортаға келсеңіздер.
Адам-адамға жүргенді білесізмен, үлкен адамгершілікпен, алыс жақанда деген сыйластықпен сыйлы болады. Сондай сыйлы болып дүниеден өткен Райымбек ағамыздың мынау бауырлары бастап берсе. Құрметті жамағат, бүгін енді бір ерекше ас беру туған жеңшеміз, Ақпақ жеңшем дейді өзі бастаған балалары, қыздары осы сіздерге арнап Райымбек көкеміздің айтқанына байланысты соған ағайындар болып бәріміз ас беріп отырмыз. Қош келдіңіздер. Енді Райымбек көкемізді қысқаша айтатын болсақ, біз өзі қатарлас жұмыс істедік. Ол кісі Шомановта жұмыс істеген кезде мен Мұсахановта кабинеттеріміз қатар болатын. Содан бастап ол кісіні біледім, ауданға келіп. Өте халыққа жанашыр, халық жағында жүретін бір шынпейілді ақкөңіл азамат бола білді. Кейін оның еңбегі бағаланып райисполкомға келді. Райисполкомда өте органдерге бар жұмыстарды ұйымдастыратын, сол белсенді атсалысатын. Енді ол кісінің еңбегін бағалап, сол кездегі ауданның бірінші хатшысы болған, райисполкомда болған Далдабаевтың ол кісі туралы жақсы жылы жемістерін мен өз көзіммен өз қасында отырып естіп едім. Сөйтіп ол кісіні жоғары бағалайтын, Райымбек ағамыздың еңбегін, жүргендігін, көпшілдігін, еңбекке жұмысқа берілгендігін, шынайылығын. Сондықтан біз мақтан етеміз Райымбек көкемізді. Райымбек көкеміз қайтыс болып шығарып салған кезде де үлкен достары сонау Алматыдан келді, класстастары келді, курстастары келді. Сөйтіп үлкен митингілер өткіздірдік. Сөйтіп оны жақсылап шығарып салдық. Сол бір таңғалатынымыз, сол митингіден кейін үкіметте жалпы жаназаға шығарған кезде митинг өтпесін деген шешім қабылданды. Райымбегім көкеміз соңғы митингісінде өзін дәріптеп, тағыттап, сөйтіп ағайын болып шығарып салғанбыз. Мынау енді ұрпақтары қалды, артында өсіп өніп жатыр, ас беріп жатыр, алда ниеттері қалып, асыл болсын, ағайындар ішіп жеп отырыңыздар, ашық берер ағайын. Армысыздар, қадірлі ағайын. Енді жаңа Райымбек ағамыз айтты ғой енді. Біз енді ол кезде жастаумыз. Біз менің енді өзімнің сол кісімен ертерек танысатын бір жағдай болып, мына бірлікте менің бажам болып, мына біреудің біледі ғой енді. Шүкірбек деген. Ол сол армияда бірге болып, сол танысып, бері келеді осы елде қызмет істеп, жас болсақ та сол кездерді бізге бағдар беріп, ол кезде ұлттық көп сұрай білмейтін кезең, бірақ дегенмен енді ішіміз оң қол сол қол танығасын танысып, білісіп, оның бер жағында бері келесі Олжабай ағамыз бар. Сол кісілермен Рекең өте бір жақсы, тату тәртті осы елдің бір белді азаматы болып жүрді. Жаңа еңбек жолын өмірде Рекең айтып кетті ғой. Ол кезде енді қиын кезең, ол кезде жоғарғы білім алған сауатты кісілер санаулы болатын. Сол өзімнің енді білімдарлығы, зеректің арқасында партия совет органдарында істедім. Сол кездегі аудан басшыларымен, облыстағы осының өзінің бірге жүрген азаматтармен жақсы араласты. Бері келе жақын ағайын болдық. Араластық, бұйырған тұзданды татып, сөйтіп жүрдік. Біздің енді жас болсақта бері келе білетініміз Рекеңнің сол еліне жақын болып, соншалықты бір кішіпейіл болып, мейірімді болып, бір адамның бір тазалығы, адалдығы, елге деген бір ерекшелігі қай уақытта ортадан ерекше білініп тұрады ғой. Рекең шындығында көпшіл кісі болып, ағайынға да, өзінің замандастарына да, қатар құрбыларына да, жалпы енді
Құдай біледі деп айтайын, жақсыға кім болса да жақын болады ғой. Жақсы ортада өсті, жаңа айтты ғой мынау енді. Сол кездегі аудан басшылары, оның ішінде мына біздің Сәмет ағаймен өте жақсы сыйластықта болды. Ол жігін айтатын, бірінші айналайын осы Ерекеңе Райымбек ағаңа сәлем берді. Шүкір ғой енді, өзі шүкірлік ететін үлкен артында ұрпақ бар. Мынау Айбек ініміз өсіп өніп, бүгінде мына Қыдыржан енді немересі ғой. Сол қайғын айтып жатыр. Бүгін мен бір осы атама бір Құран оқысам еді деп. Ол да бір ежелден салт дәстүрді сақтап келе еліміз ғой. Сол Қыдыржанның өсіп, осы елмен бірге бол, еліне бүгінгі таңда әйтеуір шүкір адал қызметін атқарып жатыр. Күреке, ол енді ешкім нетіп жүрген жоқ қой. Бірақ дегенменен осындай ұрпақ барына, осы елдің ортасында шүкірлік ету керек. Аллаға мың қатар шүкір, бұл Алланың сыйы деп айтамыз. Енді бүгінгі таңда әрине енді бәрі бір жаратушы иемнің қолында ғой. Сондықтан енді мынау Райымбек ағамыздың жатқан жері жайлы болсын, иманы жолдас болсын. Мынау бағышталатын Құран бағышталып жатқанына астың сауабы соғыстың арбағына тие берсін. Ең бастысы мына ел жұрт аман болсын. Осы халық ел аман болып қанша адам келіп, мынау қатысайық деп келіп жатыр. Осында алыстан, жақыннан мен енді мына көпшіліктің көзінше айтуға парыздымын. Жаңа Райымбек ағамыз осы мынау Төлеғатай Қылыштау аға еңбегі өте зор болды. Сол кезде басталған ынталы топта соған ат салысып, қолынан келген көмегін аямай жүр. Бүгінгі таңда да осы анау-мынау енді тіршілік бар ғой. Осы жаңғырған жұртты жақсы біледі. Осында енді біраз киелі жер, талай бабалар, мына Қорасан баба көп қой шүкір. Соған қазір Қыдыржан ініміз соған әжептәуір осы қолға салып, өзінің азаматтығын көрсетіп жүр. Ол тіршілік ортақ, елге ортақ тіршілік қой. Соның енді осы басы-қасында жүр деп айтсақ та болады. Оған да мың тәубе. Сол мынау ту қиыр шығыстан енді жас болса да осы араласып жүрген сол шығыс Қазақстаннан әдейі арнап осында Ғани деген жігіт келіп тұр. Ғанижан, бір тұрсаң, осы қазақ еліне ортақ азамат, өте мықты азамат. Осы мына келіпсің, осы Төлеғатай Қылыштауға ат салысып, Қайрат деген сол жақта ініміз бар. Бұның енді азаматтығында мына осы Шымкентте көп жыл қызмет істеп, қазір туған еліне барып, сол жерде қазір көп белді қызмет атқарып, осы жақында мемлекеттің үлкен марапатын алып, орден алып, соған біз қуанып жатырмыз. Айналайын Ғанижан, келген табанға нұр жаусын. Мына Қыдыржанның бір ауыз інім айтып қоймағасын әдейі етіп кеше ұшып келіп, жаңа Түркістаннан бері келіп тұр. Бұндай азаматтықты көп азамат жасамайды. Алла әр уақытта сенің жолың ақ болсын, айналайын. Ойрақта да көп ауқымды тірліктердің басы-қасында жүр қазір. Соқтан ағай, мына бүгінгі ас қабыл болсын. Бәріміз аманшылықта, жақсылықта, басқа-басқа алла нәсіп етсін. Рахмет. Рахмет, жақсы, керемет. Дәке керемет жақсы айттыңыз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Ет атасын білген ер, ет елдің қамын жер. Ет атасын білмеген жағыменен тілін жер дейді. Қадыржан ет атасын біліп өскеннен кейін, сонау Өскемен, мына жағы Алтай Атыраумен араласатқан сол. Сондықтан да мына жерде ел арасы болмайды, сон жағасы болмайды дейді. Осы елді бір осында мен деген ағаларым отыр. Біреу мына осы тұлға жаңғырғанға белгілі ішкі істер орган саласының зейнеткері, менің бастығым бұрынғы Сүгірбаев Әлбек деген ақсақал келіп отыр. Және аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Өмеке. Әлеке. Өмекең бастамай ма? Жоқ, сіз бастайын. Ол немесі ме? Ол да емес. Ай, сен үлкенсің ғой, ол кішкентай бала қойған. Ассаламағалейкум ағайындар.
Siz бастайсыз. Yok, бастайбыз. Жасымыз да үлкен, жолымыз да үлкен. Бірақ енді қайдан екенін рас енді. Қалирайды, қали Гүлханыс Қалибек айналайындар. Қалиген отырмын. Айналайындар. Ниет қабыл болсын. Ерекеңнің жайлы жайлы топтағы тоқы болсын. Ерекеңмен ең көп жүрген менің ағайындар. 10 жасар жылда Гүлханыс біледі. Осы ауданда ең көп бірге жүрген мен. Ерекең исполкомны бастадыңыздар, Хорғайттен Акакинің райкомда істемеген жері жоқ. Барлық уақытта абыроймен жүрген, абыроймен болды, кеткен жер. Өткенде бір Астанада менің інім бар ғой, Савран Елеуов деген. Сол бір Астанада концерт қоятын болды. Сосын Ерекеңе келдім. Ереке қалай болады? Екеуміз бір Астанаға барып қайтса қалай болар екен дедім. Ойпай Ерекең, сіз айтсаңыз болды, кеттік деді. Пойызға бөлек жоқ қой. Өйтіп-бүйтіп суға шеймелет адамды. Суда 4-5 сағат жүрдік. Әптен әбішіп Астанаға бардық. Сөйтсек Божбан ағайындар енді керемет дайындап қойған екен бізге. Ауылдан адамдар келеді, гашисасын дайындаған, тамағына жейін. 2-3 күн болды сөйтіп рахаттанып қайтқан мәнісіміз бар ағайындар. Өзі денсаулық соңғы кезде жаман болмаса да елінбейтін еді ғой. Жүр десең жүре береді. Сондықтан айналайындар мына бүгін мына балдарына рахмет мына. Өте жақсы екенін бәрі біледі. Осы енді өз бір әр нәрсенің бір сұрағы бар ғой енді. 5 жылда білмеймін енді қазір өмекен білер енді. Енді көше алып беру, осындай ұйымдастыруымыз керек. Ерекеңде жұмыс жасаған адам жоқ, жасырады жоқ. Осы елге халыққа қызмет етті, жастайынан қызмет етті. Қаншама міне ол елдің көп жұмыстарына араласты. Исполком болсын, райком болсын, акимат болсын, бетбәртті жұмыстарға Әреке қозғап жібер деп қоямын мен әдейі. Менен көп жылдар кентті басқарып қой ардагер келесін. Ерекең бастай біз қоштаймыз сол көп бітпейтін нәрселерді ауданның осы көп нәрселерді істеген адамдарымыз дайындайды. Сондықтан мына Ерекеңнің жатқан жері жайлы торқа болсын ағайындар. Аман болыңыздар. Аман істеңіздер. Құрметті асқа жиналған қауым, Ерекең жөнінде айтып жатыр ғой. Біздің де Ерекеңмен осы әріптес болды, қызметтес болды. Осы елді ауылында бірге жүрдік деп уақытысында. Енді сериясымен араластырып Ерекеңнің. Мына күрегенмен екеуміз әріптес болдық, екеуміз енді біреуміз мұғалім, біреуміз финансист дегенде қызметіміз бірге болды. Сондықтан да осы күрегеннің арқасында осы Ерекеңмен көптеу, Ерекеңнің үйінде көптеу шай ішетіміз енді атын беріп. Бір жерде Ерекеңнің мен айтайын, Ерекең райисполкомда орган деп айтты ғой. Енді біз енді қағазбен жүрген адамбыз ғой, қағазбен көріп, қағазбен жұмыс істеп жүрген адамбыз ғой. Ерекең өте сауап еді. Ол енді қанша райисполкомның ішінде отырды, соның ішінде қағаз жазатын әділер сол орган болатын. Ол енді райисполкомның қағазы үлгілі қағаз болды. Ол енді облыстағы ең тәуір жаңағы райисполкомдағы жаңағы әділет кім өтіп кетті ғой қатшылығын Айтылу екеуі облыстағы ең передовой оларды қағаз жазудан, райисполкомның қағаздарын түгендеуден, заңдылықты сақтаудан осы екі кісі передовой болды. Сөйтіп ол елге белгілі азамат болды. Сол органдардан бұл енді Ерекең зейнетке шықты. Зейнетке шыққаннан кейін де қарап отырған жоқ. Ерекеңді бұның сауаптылығының арқасында, бұның юридициясының арқасында ол енді архивке бастық болды осындағы. Сөйтіп сол архивтен сол барып кейден тағы өзі жұмысты қойғысы келіп қойып кетті ғой. Бір Ерекеңнің мықтылығы, күрегі бұл соны мықты болған сіздің арқаңыз шығар. Мен өзімде сөйтіп те ойлаймын. Қосы болмай, сөнбейіп деп жігіттің сол қосы сіз жақсы қос болдыңыз. Қандай жақсы дүниеге үлгілі ұрпақ әкелдіңіз. Сол енді сол күрегі болып отырсыздар ғой. Ауданға белгілі семьялармен құдай жекжат болдыңыздар. Сіз біздер сөйтіп сыйластыңыздар. Қазір солардан туған мына немерелеріңіздің өзі қазір қандай елге белгілі кәсіпкер болып жатыр, елге белгілі азамат болып жатыр. Оның күрегі бәрінде өзіміздің басшылығымызда жүріп жатыр ғой.
сондықтан мынау енді тек арты жақсылық болсын. Ырекеңнің алдағы тілегі өзіңізге құлпес күш қуат берсін. Мынау бала шағаның рахатын, Ырекеңнің көрмеген рахатын сіз көріңіз. Енді тыныштық болса, амандық болса, жаңа айтып жатқан рас Ырекеңнің бұл енді осындай азаматтарға көшенің аты берілмегенде кімге береді дейсіз. Оның да ары тікелер өз 5 жылдан кейін ұсынуға болатын жағдай болады ғой. Оны ұсынғанмен де қазір шын айту керек осы көше жоқ. Ал енді көше болғасын дұрыс көше беру керек. Оны да көреміз. Әлі де мына жерде микрорайондар ашылып жатыр. Енді Ырекең сияқты азаматтармен соғыс ардагерлердің бәріне берік болдық. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің бәріне көше берік болдық. Енді осындай елге белгілі, елге үлкенсінген, елдің басшылығында жүрген азаматтар енді Құдай қаласа соларға да кезек келе жатыр. Сондықтан ол енді кейін, ол енді көре жатарсыздар, Құдай қаласа ол да орындалады. Енді ағайындар, жақсылықта болыңыздар, амандықта болыңыздар. Жаңа Өскеменнен келгенімізге мыңда бір рахмет айналайын, рахмет. Өскеменнен келіп тұрсың, арнайы келгенсің, шақырғасын келгенсің. Олар сенің азаматтығың, Ырекең өте керемет айттыңыз. Осындай азаматтар енді болса ағайынды, олар біріктіретінде, екі ағайына басшылық жасайтында, екі көзге көрінетін достарға, сондықтан осыларға жақсылық тілейік. Сіздің істеріңіз жоғалмасын, енді біздің елмен қарым-қатынасымыз нығая берсін. Ырекең амандықта, жақсылықта болайық, бәрінде есебелерде болмасын, амандық тілеймін. Рахмет. Өмірдің жақсы төселіп қадірменді ағайын, мынау дәрігер жақсы айтып ғой, Ғали бауырымыз туралы. Қазақта ол жақсы сөз бар, Әбіш Кекілбаевтың анасы айтып кеткен екен, ақиқат ақын Әбіш Кекілбаевтың анасы. Барлығы заманына байланысты, заманы адамына байланысты, амалына байланысты, амалы адамына байланысты деген екен. Мынау амалын тапса адамның шешпейді дүние жоқ деген екен. Бірақ сол амалға да адалдық керек деген екен. Бір күні сырымдатпен бір би кездесіп алып, сырымда сұрақ қойған екен. Ай сырым, сенің әкеңді ширақ шыққан кедей еді. Сен қарадан шығып мынандай жағдайға қалай жеттің дегенде сырымдат жауап берген екен. Қарадан шыққан болсам, халқым қалаған шығар. Айырдан тұтынар болсам, анам жараған шығар. Жоқтан бар болып бай болсам, Құдай қалаған шығар деген екен. Сондықтан да мынау біздің бауырларымызды Алла тағала қалап отқан шығар. Сондықтан да мынау қазақтың бір туар азаматы Нартуға, сол иіс қазаққа қолының ұшын көмегі тигізіп жүрген, сонау шығыстан келіп отқан шығыстың батыры, алыбы, қазақтың бір туар азаматы, осындай ел билейтін азамат деп айтсақ та болады. Ғани бауырымызға, тағы да Ғанимен қоса осы елге белгілі, сыр өңіріне белгілі, жаңа өмекел жақсы айтып кетті ғой. Ер жігіт нағашынан тартады, нағашынан анасының иісі шығады. Тек тұрпақпен құда болып, көсіп өніп бір жағы сол. Нағашы жұртынан да осы балдарға келіп атқан жол бар шығар. Қандай азамат еді Әбекең деген қазақта белгілі, жұртқа белгілі азамат Әбекеңнің мынау немерелері ғой. Сондықтан да сол екі атамыз немерелері, сондықтан да сонау батыстан келген Ғани батыр бауырымызға, және осырда отқан, жаңа айтып кеттім ғой, ер жігіт нағашыдан тартады, нағашының анасын иіс шығады дейді. Сол туған нағашы елге белгілі мынау Бақытжан бауырымыз отыр. Осы екі азаматты бір сөзін тыңдасақ, дұрыс болады деп ойлаймын енді. Қанеке, қане. Мына біздің Бақытжан бауырымыз мәдениеттік сақтап, өзінің ұстамдылығын көрсетіп, көкемен сөйлемей қойын деген ниет қылдық. Бұның өзі үлкен тәрбиелігі бар. Жұрттың мазасын алмайды дегендей, бірақ дей тұрғанмен бір-екі ауыз айту керек шығар деп ойлаймын. Қанеке. Енді сіздерді ел жұрт біледі, мекендерін біледі. Бәкеңді осы Қазақстанда сіздер танымайтын адамдар екеуіңізді бір тілек айтыңыздар еді, Құда қаласа. Міне, Қанеке. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын.
мынау енді Райымбек атаның көзін көріп үйінде болдық, дастархандан дәм таптық. Аллаға мың қатар шүкір, осындай ақсақал жәнегі әрі байғам айтып өтті ғой, Төлегатайды сақтап, осындай дәреже жеткенде бұл кісі өте үлкен үлес қосты. Мынау өсіп жатқан ұрпаққа көп жақсылық қалдырып, жастарға көп тәрбие көрсетті. Және осындай үлкен аспап отқаннан кейін, не Қадыржан бауырымызға рахмет. Кел Қадыржан бауырым. Жас болса да, Алла разы болсын. Тәрбие көрген тегі бар. Осындай азаматтардан ертең үлкен мемлекеттік азаматтар шығады. Сонымен енді шығыста ол кісінің атын естіп, мынау жәнегі Қайрат Мусин ағамыз үлкен сіздерге сәлем айтты. Ол кісіде келем деген, бүгін олардың әкесіне үлкен турнир беріп жатыр. Сол себептен келмей қалды, елден үлкен сәлем айтты. Ел аман болсын, оқылған Құран, сойылған мал, Алладарға бәрін қабыл қылсын. Сіздердің осы елге, осы жерге тек жақсылыққа, қуанышқа келіп отырғанға нәсіп етсін. Рахмет. Алдыңызда тағы да бір үлкен қонағымыз отыр. Мынау Айбектің Тәкең нағашы Мұқан бауырымыз. Брау делегация. Мұқан. Ал құрметті ағайындар, мынау енді бүгінгі ас Райымбек атамызға бағышталып жатыр. Мынау енді сол кісінің балдары, немересі ас беріп жатыр. Райымбек атамыз туралы айта берсек, жақсы сөздер көп, жаңа ағаларымыздың бәрі жақсы тілектерін айтып кетті. Райымбек атамыз мынау Төлегатай мешітінің басталуына да үлкен өзінің үлесін қосқан кісілердің біреуі. Өзім осы Райымбек атамызды өзіміз құда болғаны беріп білеміз. Әңгімелестік, талай сұхбаттастық, өз туралы айта берсек үлкен жақсылық жаңалықтар көп. Райымбек атамызға беріп жатқан ас қабыл болсын, бүгінгі жатқан жері жайлы болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Мынау біз Шиелі ауданы Балаби ауылының депутаты президенттің асына шақырылғаннан кейін Құранның ішінде болайық деген ниетпен. Мен мына Тұлқан Сапанның інісі боламын. Өзі қазақ айтады ғой, өлі кезде болмайды, тірі байымайды деп. Міне жақсы іс болып жатыр, балдары ас беріп жатыр. Қабыл болсын. Жездеріміз жақсы, кішіпейіл, сыпайы жан өте. Өзі жақсы адамға қандай мінезі болса, соған лайық кісі. Жатқан жері жайлы болсын, ас қабыл болсын. Алла қабыл етсін. Рахметті нағашына бұның артынан кейін үлкен бір салым болады деп отыр. Нағашы бір жылға барып аласың, бір жылға келіп аласың деп неге қатар берді осы тұрғанда. Рахмет сізге. Ал енді мынау дәмге қараңыздар, жақсы барлық қабыл болсын. Тағы да мынау Рекең туралы жақсы ойын айтқысы келетін адам болса, сол кісімен бірге жақсы өткізген күндері естелік болып жатса, немерелері, балдарына бір жақсы әңгімелер болса айтылған. Енді жұрт ойлап қалу мүмкін мына жерде, Айнұр Төребай мына жерде басқарып жатыр. Менен бір-екі ауыл айтып кетейін. Мен сол Рекеңмен бір көшенің бойында тұрамын. Бір көшенің бойында тұрамын. Сол біздің әкемізге не болып жүрді, менің әкем айтатын түбін ағашым деп, бірақ соны әкем тіргенде сұрамаппын. Дейтірген мен сол кезде Жаңақорғанда екі адам болдық, сол Қыпшақтан қыз алған. Біреу Рекең, біреу мен. Екеуі бажа едік. Оны айтып қойын. Сол ойлап қалу мүмкін бұл қай жағынан деп. Сондықтан да әкеміздің түбін ағашы, екінші бажа, одан кейін Айбек бауырымызбен бірге қызметтес болдық. 20-30 жыл темір жол саласында бірге қызмет жасадық Айбекпен. Гүлхан Сапай менің әйелімнің апасы Қажекең. Енді Қарымжан бауырымыз
анау есерлік еттен сенсең жасындарға бақытты бөлу қиын басындағы ертеулі белде тұрған белдеп аттай ой ағайын қадіріңізді ініңнің қадірі біл қасындағы дейді ғой сол сияқты мынау ініміздің қадірін білейік сол ағалап атқан қай кезде болса да иә ағасын қадірлей берген сондай азамат өсіп келе жатқан қазақтың бір зор азаматы ортақ азамат сондықтан да мынада Бекеннің інілерінің артынан мынада Мәке берейік. Мына Қожекеңдердің бүкіл қожаның атынан Шерқожа ағамыз және мынау Мәке, сіз бір ауыз айтасыз. Қожекең айтса өлеміз. Сәкең айтса барлық қожа ағайындар түгеліміз дейді міне. Сәкең. Сәкен 17 жыл ауданды басқарған, 17 жыл ауданда орынбасар болған. Бәрін қосқанда бір екі әкімнің орны қойын 5-5 жылдар болғанда да. Сондай азамат. Мәкен кел. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті жамағат. Қай жиынның да өзінің бір себебі болады ғой енді. Райымбек ағамыз өмірден өтіп кетті. Сол енді бүгін еске алып Құран бағышталып жатыр. Сондықтан бүгінгі мына Құранды Алла Тағала қабыл етсін, қабыл болсын. Райымбек ағамыз жөнінде бірге қызметтес болған ағайындары жаңағы бауырлары айтты ғой. Райымбек ағаммен мен енді бұрын көп араласқаным жоқ. Бірақ осы орталыққа жұмысқа қызметке келгелі 20 жылдың көлемінде ол кісімен бірге жүрдім. Ол кісі өте бір мәдениетті, сондай керемет, білімді, сауатты, сондай кісі болды. Ауданның өсіп өркендеуіне, мәдениетінің артуына, барлық жағдайына жақсы болуына көп үлес қосқан кісі. Әсіресе қай ортада болса да өзінің орны түйшеді. Кішіге аға болды, үлкенге іні болды. Жүрегі таза, пейілі таза, сондай бір керемет жан еді. Енді қаншалықты күн болсақ та бір Алланың қолында өмірден озып кетті. Бұндай кісілерді қай уақытта да біз еске алып жүруіміз керек, қай уақытта да бас июіміз керек. Сондықтан мынау тектіден текті туады, тектілік ата жолын қуады деп бекер айтпайды ғой. Құдайға шүкір күреке, өзіңіз мінекей балаларды әлі де жол көрсетіп тәрбиелеп келе жатсыз. Енді Рекеңнің ұрпақтары керемет сондай азаматтар болды. Мынау енді немересі Қайырханның өзі. Қай уақытта қарасақ, осы елдің ішінде қазір жас болғанмен үлкен өзінің орны бар. Өйткені Алла Тағала бұл ініміздің пейіліне беріп жатқан шығар. Сондықтан сіздердің отбасыларыңызда қалған уақытта тек қуаныш болсын, жақсылық болсын, той болсын ағайын. Райымбек ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торғалы, алды пейіші, арты кейіші болсын. Ағайын еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, тек қуанышты күніміз көп болып, тек жақсы күндер келсек. Рахмет. Рахмет Сәке, көп рахмет. Мәкеге беріп жүрсің. Бер, микрофон бер. Мына бүгін жаңағы Райымбек көкеміздің мына еске алып, мына бүгін үлкен немересі, немерелері, семьясы, бұларыз жеңгеміз, мына ниеттеріңіз қабыл болсын. Міне біз ол Рекеңнің Құдайға шүкір анау ол кісі архивтен мен жағында БТИ деген мекеме болды. Сол БТИ-да әрі ілімдеп, ең кемінде күнде 2 рет жүріп келіп, бір-бірімізден сәлемдесіп дейді. Шүкір сол жақсы ағаларымыздың жақсы ізі тілектерімен, есімен сосында өстік, Құдайға шүкір. Мына бүгін жаңағы бүкіл әулеттердің ниеттері қабыл болып өтсін. Сол сияқты мына Рекеңмен мына дүниеге аттан, бұл дүниеден аттан кеткенше басы қасында болдық, өзіміз шығарып салдық. Өте жақсы кісі,
Құдай не алдыңыз енді. Бар уақытта алған жарыққа жатқан жер жайлы топырақ торқа жақсылық бола берсін. Мына мынау ниет осындай асып елім мына Құдай қаласа асып қабыл бола берсін. Барлықтарыңызға рахмет. Мына ұрпағына рахмет. Ал енді мынау Конфет қабыл болсын. міне өз бауырынан артық бауыр бар ма дейді. Мынау Рекеңнің тағы бауырлары келіп мен айтамын деп нарқырға біздің ауданның құрметті азаматы ағам. Ал қадірлі ағайындар, мына бүгін Рекеңнің астына сонау шығыс Қазақстан бауырымыз келіп жатыр. Ғани Қызылордадан мына ағамыз Дәурен ағамыз келіп жатыр, Жұмабергеніміз келіп жатыр. Осының барлығы да мынау Рекеңді сыйлап, Рекеңнің аруағына деген шамалы құрамның арасында болайын деп келіп жатыр. Одан басқа басқа да ағайын келіп қаншама көз көрген қыздар бар, құдағилар бар, інілері бар, бауырлар, құда жекеттер келіп жатыр. Бәрімізге де Алланың бір жаусын. Райымбек ағамыздың орны өзімізге бөлек ерекше. Біз сол ағайындардың осы басын біріктіруге, ағайындардың осы жаңағы жақсы жолға түсуіне бірден бір ықпал етіп келе жатқан осы Райымбек ағамыз, Олжабай ағаларымыз, Ағынтай ағаларымыз болатын тұғын. Енді Құда қаласа соның ізіменен жолыменен біз де жүріп келе жатырмыз. Сол көрсеткен жолдан қайда шамал жаңғыртын қырап, мынау енді Рекеңнің өзі, мына Гүлқан Сафам жеңшеміз бар, мына балаларды жақсы тәрбиелеп, мына Қыдыржан да өсіп мінекей ұрпағымен мың жаса дейді ғой. Қыдыржан деген баламыз қазір мінекей үлкен осы ел басқаратындай, осы халыққа жақсы сөз айта алатындай, артынан өзіне іншектерін ете алатындай бір азамат болып келе жатыр. Сондықтан Рекеңнің барлығы да осы Рекеңнің рухына тие берсін. Рекеңді жақсы сыйлаймыз, құрметтейміз. Біздің өсіп қызметте сатыға өсіп келе жатқанымызда көптеген жәрдемдерін берді, тіл жәрдемін берді. Соның өзіне біз бірден бола алған жоқпыз осындай жағдайда. Сол ағалардың жақсы жылы сөздерінен өстік. Ағайындар аман болайық, Гүлқансы рахмет айналайын. Адамның бірін-біріне деген ыстық ықыласы болса, жер шалғай болмайды ғой. Ғанекеңнің көкемізге деген сондай ыстық ықыласы болу керек, бауырларына деген ыстық ықыласы болу керек. Сол енді сонау шығыстан ат терлетіп келіп жатыр екен. Ғанеке рахмет, Құда қаласа. Талабыңыздан нұр жаусын, жүрген жеріңіздің бар сондай бір жақсылықпен жалғассын. Құрметті ағайындар, біз енді Ақылбек ағамыз сөйлеп жатыр ғой. Біз енді Рекеңнің інісі болып келеміз. Мен енді Қаратөбе ауылының тұрғынымын, Жаңарған ауданының құрметті азаматымын. Енді тілек айтуға тиістіміз деп ойлаймыз. Енді құрметті ағайындар, көкеміздің жақсылығы туралы ауданның азаматтары, сырттан келген басшы ағайындар, ағаларымыздың бәрі жақсы тілек айтты. Өзі айтады ғой, жақсының жақсылығын айтып ортасың деп. Міне ырза болып отырмыз шынды айтқанда. Құрметті ағайындар, мына өзі ас беріліп жатыр, ас болады деген хабарларды естігеннен кейін шын мәнінде қуанып жатырмын мен өзім. Өзі айтады ғой жаңағы, өлі ырза болмай тірі байымайды деп. Мына Құда қаласа, мынау ас қабыл болсын, көптің тілегі көл деген, көптің батасы қабыл болсын мына балдарға. Мынау енді көкеміздің burada енді естиміз ғой енді, балдары әрекет қылып жатыр. Енді шын мәнінде burada көзге көрініп тұрғанда Қыдыр ініміз болу керек деп естимін енді. Кеше көкпарда келіп кездесіп қалып, осы хабарды естігеннен кейін інімізді құттықтап, сөйтіп қуанып жатырмын шынында да. Міне құрметті ағайындар, өзі болайын деген баланың белін бу дейді ғой. Міне Құда қаласа, інімнің талабына нұр жаусын, Құда қаласа ас қабыл болсын, көптің мына айтқан тілегі қабыл болып, сол енді көкеміздің аты жақсы болып, ылғи жақсылық қаласа берсін. Өзі бұрынғылар айтқан ғой, о ақырын бер деп. Сол ақырын бергенде, сол көкеміздің шын мәнінде ақыр емес, сол ақырындағы бала шағасының немерелерінің жақсы болуын тілейді екен. Кетіп жаңағы үлкендер. Сол айтпақшы, міне көкеміздің ақыры жақсы, Құда қаласа міне. Балдар азамат болып, немерелер өсіп, елге көже беріп жатыр. Біз қазақ қай уақытта деп аламыз? Жұртқа көже бергенде деп аламыз. Міне Құда қаласа астың арты көкпар боласайын деп жатыр.
жатыр. Ол енді үлкен керемет демалыс енді. Құдай қаласа міне осы жақсы жағдай жалғасын тапсын. Барлығыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Көкеміздің жатқан жері жай болып, жақсылығы ары қарай арта берсін. Амандық саулықта кездесуді Алла нәсіп етсін. Өнеке, мен тек бекер айтқан жоқпын, әрбір елдің бір асылы бар, батыры бар деп. Керемет тілегімді айттыңыз. Рахмет. Мынау енді қазақтың делебесін қоздыратын көкпар бұл. Міне мынау енді жаңа салым деп нағашылар туралы айтып қалды. Мына інісі құрмет етпесін деп бар өбіртай бір жылқы қайтуы біреуіз шауып алыңыздар ағайындар. Бар боласыздар, шау боласыздар. Көрдіңіздер ғой. Садақаның арты той болайын деп Құда қаласа. Мынарда бүкіл құдағилардың атынан Қажы апамыз бір-екі ауыз айтса. Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті қалайық, құрметті бауырларым, Құдайларың қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Саныға сағаш жоқ емес, алға Қадыржан еліне сыйлы болғанға. Сондай Құдай ақыл бергенде. Онан кейін енді мына ірекеңде бүкіл Айман өлетін сыйлаған. Үлкен рахмет. Қазанды болған, дастарханды болған, осыншама ала шағасына апалар үйретті мені. Біреу білет, біреу білмейтін шығар. Мен әділбек әкемнің ең үлкен күләнде деген тұрғышылының қызымын. Соның өзінде менің жасым 85-те. Әжемнің еншегінен өстім. Мына нағашыларым, өсіңдер, өргендер, өркендеңдер. Алла нетпесіңдер кеттерге жетсін. Амин, қабыл болсын. Құрметті ағайын, енді шамал шыраңыздар, міне батаға келіп қалдық, өтені тұрып кетіп жатыр. Шын мұсылман кім болар, айтқан сөзі шын болар. Ынсап, ұят, ар намыс, төртеу болса дін болар дейді қазақтар. Кейін ғой мынау шамал арабша болып жатқанымыз. Сондықтан да ынсап, ұят, ар намыс, төртеу болса сол дін болар дейді. Сондықтан да мынау микрофонды бас имам қойырайын. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Al-Hurmet ağaylar bugün Rayimбек көкемізге беріліп жатқан хайыр, ihsan, садақаларыңызды қабыл қылсын. Мен сөйлеп жатқан адам ірекеңді қаяғынан таниды деп қалмаңыздар. Мен ірекеңнен ылғи тамақ жеген адаммын. Ылғи дастархандас болған адаммын. Жиналыстардың бәрінде бірге отырған адаммын. Ірекеңнің жақсы сөзін естіп, өлеңдерін тыңдап отырған адаммын. Сол үшін бізде пәленбай жыл сол ірекеңмен табақтас болдық, әңгімесін тыңдадық. Талай жерге бірге барды, жақсы адамның қасында жүрген жақсы ғой. Сол үшін анау Қатимолла деген ақын көкеміз айтқан екен, қырғауыл аңға шықсаң атқан жақсы, мал бітсе санағаннан сатқан жақсы, жаманмен бір күн жолдас болғаныңша жақсының аяғында жатқан жақсы депті. Сол үшін қай жерде жақсы адам бар, солардың қасында жүрсек біз еш уақытта жаман болмаймыз. Ол адамдардың шарапаты тиеді, қасында жүрген бір ауыз ақылы есіңізде қалады. Сол үшін мына бүгінгі айтқан кісілердің барлық жақсы ізгі тілектерінің барлығына қосыламын. Алла Тағала мынау Қыдыржан бауырымыздың қадамына береке берсін. Немересі атасын жақсы көретіндерді былайша жақсы көре береді ғой бала. Ертең ол бәрін сатып кетеді ғой қайтадан, өзінің әкесі кетіп қалады. Соның ішінде сатпайтындар біреу жарым болады екен. Сол бірлі жарымның ішінен біреуін бір үлкен кісіні жерлеп жатырмыз. Жаңағы үлкен кісіні жерлеп атсам, бір жігіт солқылдап жылап атыр. Сендер маған еш нәрсе істеп бердіңдер дейді. Ей, неғып жылап атсың дедім. Неғып жылап атсың, айтсай маған. Мен қолымнан келсе соны орындайын дедім. Сөйтсем айтады,
ата менікі дейді. Ол атасын күнде банясына апарып, күнде қасында жатып, немересі ол шөбересін көрсетіп, екеуі бірге тұрады екен. Ол кісінің кемпірі қайтыс болып кеткен, пәленбай жыл атасының қасында сонса жақсы көріп қызмет істеген екен. Жуындыратын кезде саған кіруге болмайды деп туысқандары кіргізбей қойдыңдар дейді. Енді атамды өзім қолыммен қояйын қабірге десем, мыналар тағы қойғызбай қойып мені кіргізбей отыр деп жылап отырмын. Міне осындай немерені көрдім. Ананы көрсең бір сүйсінесіз. Мен сонда атамды дейді, өзім жуындырып, өзім тірі кезінде қызмет істеумен болады екен да, қайтыс болғаннан кейін маған кіруге болмайды екен дейді. Мына бауырларым маған рұқсат бермеді. Енді қабірге де қоюға рұқсат бермей тұрды. Міне осындай жақсы немерені көрдік. Мына Қадыржан бауырымызды Алла Тағала қадамына береке берсін. Шариатта Құдай Тағала Құран-ы Кәрімде 40-тан аса аятта әке шешемізге жақсылық жасауға бұйырады. Ол бұйрық. Ол бұйрықтың шығу себебі неге Құдай бұйырып жатыр? Неге балаңа жақсылық жаса деп бұйырмайды Құдай? Құдай неге әке шешеңе жақсылық жаса деп бұйырады? Себебі адам баласының мейірімінің барлығы төмен қарай болады екен. Себебі баласы болады, немересі болады, мейірім ана балаларды көрген сайын арта береді екен. Мейірім жоғары қарай кем болады дейді. Неге десе, адам ата мен Хауананың әке шешесі болмаған дейді. Адам ата мен Хауананың әке шешесі болмағаннан кейін Құдай бізге бұйырып жатыр. Әкеге қара, шешеге қара деп 40-тан аса аятта оларға уф деген сөзді айтпа деп жатыр. Міне Құдай Тағала бізге тек қана жақсылықты бұйырады, жаманшылықты бұйырмайды. Сол үшін мына баламыздың бүгінгі беріп жатқан асы қабыл болсын. Құдай Тағала да пайғамбар алейхиссаламда айтады: "Саб'атун ажрил абди ажрухунна ва хува фи қабрихи бa'да маути" дейді. Адам дүниеден өтіп кетсе де оның қабіріне 7 түрлі нәрсенің сауабы барады дейді. Оның ең біріншісі ау аллама илман дейді, артында білім тастап кеткен болса. Артында арық қазған болса дейді, құдық қазған болса дейді, ағаш еккен болса, мешіт салдырған болса, кітап, Құран тастап кеткен болса артына. Ең соңғысы Қадыржан сияқты салиқалы ұрпақ тастап кеткен болса, сол ұрпақтарының әрбір істеген ісінің сауабы өлген адамның қабіріне бара береді деп жатыр. Міне бүгінгі беріліп жатқан астың барлығы Райымбек атамыздың қабіріне жетіп барып, Алла Тағала жатқан жерін жәннаттың бір бақшасы қылсын. Осы жерге келуші ағайынның барлығының үйінде осындай Қадыржан сияқты мейірімді балаларымыз көп болсын. Барлықтарыңызға ас қабыл болсын. Рахмет. Молдеге керемет келтірдіңіз. Маған айтқандай шын мұсылман кім болар? Айтқан сөзі шын болар. Ынсап, ұят, ар-намыс төртеу болса сол дін болар деген осыға дәлел айттыңыз. Енді мына жерде Әзірбайжаннан келіп отқан үлкен қария бар. Осы ел ағасы болып жүрген Мақсұт деген ағамызға бата сұраймыз. Мәкемені, бата беріңіз. Бата беріңіз. Амин. Амин. Ал қадірлі ағайын, бауырлар, мынау бүгінгі істеп өткен ас қабыл болсын. Енді Райымбек ағамызды көп жақсы біледі ғой. Біз түркістандықтарда ол кісі қатты сыйлайтын едік. Біріншіден кешірім сұраймын, мына кішкене кешіріп бердік, өйткені біз сағат 12-де бестік. Үйтек 11 екен, енді ештен кеш жақсы дейді ғой, әйтеуір іліктік. Енді мына беріп отқан ас қабыл болсын. Біздің Райымбек ағамыздың жатқан жері жай топырағы торқа болсын. Ұрпақтар аман есен өсіп, заманын тиіспеп, тапқандар тек жақсылыққа жұмсалатындай тиіс заманда өмір сүреді. Амин. Негізі батадан кейін айтылмайды, бірақ мынарда кім деді? Қали деген ағамыз бар екен, Рекенің інісі бауыры. Сол кісі айтса бір айтамын. Қайда?
Assalamualaikum jemaat. Assalamualaikum jemaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vakitni alpaz oynagaylar. Vajib çoğundan pençesin verin birden. Amin. Kalan uygu tatırma. Ağadan ultusu gel. Ataşmanın kusu gel. Degen ulagat söz var. Hazırbe bunu Abdullah başladın canım sütkence. Raymep uldarı, yemirileri koştadı. Ali uldarı, kızdarı. Kali uldar kızdarı. Akkın Şakay Şahin ul kızdarı. Küladanın kızı Hülpiyan'ın ırpakları. Bәрін өшкерді отырсындар. Төрегелді әшкін ұлы әшкебекке, Аймағамбет салтанат қыз Шекерге, ұлдары Пазарбекке, Райымбекке, Әлиге, Назарбекке, қыздары Күлалдаға, Қайшайымға, Аққаншаға, келіндері Түсекүлге, Нағираға, Сәлимаға, немерелері Асқар, Қадыбек, Теміржанға, шөберелері, Асылдат, Нариман, Айгүлге, ағаш жұртына, қайын жұртына, өз жұртына, туған туыс бауырларына, Аллаға деген құлшылықтарын, Аллаға деген сұраныстарын, артында беріп атқан Әділбектің немере шөберелерін мың бір рахмет. Оған қатысып отқан ағайларға мың бір рахмет. Жақсылық сіздерге де дарысын, үлгі болсын. Бейбітшілік тамам болсын, халқымыз аман болсын, сіз біздейтін адам болсын, достар үлгі дүшманға табылмайды, үлкен заман болсын. Аллаға деген құлшылықтарыңызды, Аллаға деген сұраныстарыңызды, Аллаға деген садақаларыңызды Алла қабыл етіп, жеріме, еліме, отаныма, отбасына Құдай тыныштық берсін, Құдай тыныштық берсін, Құдай тыныштық берсін, Құдай тыныштық берсін. Таза, адал, қазақтың азаматы болыңдар, отырған орындардың жоғалмасын, сіздіктерің мол болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل إنك السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تلاوة قرآن صلوات إيمان خشنود خالق الرحمن اسم تعاب وقلمش Kur'an'ın savabını olsa dastarxandan ümit etken arvaqtarga xususan bugün arnayı atalıb oturgan Rahimbek atamızın ruhi şerifine Allah'dan rahmet, peygamber şefaat eylep, jatkan jayın jaylı olup cennet nasip eylep, daim rahmet, mağfiret eylesin. Allahu Ekber.